Кейбіреулер орыс тілі Қазақстанда ресми тіл деп санайды. Алайда бұл пікір еліміздің заңнамасына сәйкес келмейді. Себебі Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес мемлекеттік тіл қазақ тілі. Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі. Ал 7-ші баптың 2-ші бөлігінде мемлекеттік органдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады делінген. Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заңының 4-ші бабында былай жазылған: мемлекеттік тіл бұл мемлекет аумағындағы қоғамдық қатынастардың барлық салаларында, соның ішінде мемлекетті басқару, заң шығару, сот ісі мен іс жүргізу салаларында қолданылатын тіл. Сонымен қатар мемлекеттік тілдің рөлі елдегі халық бірлігі мен ұлтаралық келісімді нығайту. Бүгінде қазақ тілін меңгеру әрбір Қазақстан азаматының міндеті. Демек, орыс тілі ресми тіл мәртебесіне ие емес, бірақ оны қолдануға заңмен тыйым салынбайды. Конституцияда көрсетілгендей, орыс тілі тек мемлекеттік және жергілікті басқару органдарында қазақ тілімен тең дәрежеде қолданылады. Алайда оған жеке мемлекеттік тіл мәртебесі берілмеген, әрі жекелей ресми статусқа ие емес.